Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Рубик текшесі 2-2 түрінің екінші қатары, яғни жоғарғы қатарды құрастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта, бірінші сабағымызда мына 2-2 Рубик текшесін құрастырудың бірінші сабағында біздер төменгі қатарды пиф-паф әдісімен құрастырған болатынбыз. Енді бүгін біздер жоғарғы қатарды құрастырамыз. Ол үшін біздер қазір бұрыштардың тұрған жерін қарап алайық. Мына бұрыштар өз орындарында тұру керек. Яғни мысалы көк пен қызыл, міне көк пен қызыл, тек бағыты өзгеруі мүмкін. Ол маңызды емес, яғни міне өзінің орнында тұру керек. Мына бұрыш өзінің орнында тұр. Келесі көк, қызғылт сары бұрыш өзінің орнында тұр. Келесі бұрыш қызыл, жасыл орнында тұрған жоқ, мынау да орнында тұрған жоқ. Яғни екі бұрыш өзінің орнында тұрады. Бұл бірінші жағдай. Енді екінші жағдай болады. Қарама қарсы бұрыштар өзінің орнында тұрады. Осындай екі жағдайда кездеседі. Екі жағдайда кездеседі. Енді оны қалай орнына қоямыз? Мына екеуін. Қазір бізде мына екеуі келіп тұр. Текшемізді екі келіп тұрған артына қаратып ұстаймыз. Және алдыңғы сабақтарда орындағандай жаңа алгоритмді орындаймыз мынандай. Жоғары, оң, жоғары кері, сол кері, жоғары, оң кері, жоғары кері, сол. Міне осындай алгоритмдерді орындаймыз. Енді қарайық. Бір бұрап орындарына қойып аламыз келетін бұрыштарды. Қызыл, жасыл келіп тұр. Көк, қызыл келіп тұр. Қызғылт сары мен көк келіп тұр. Жасыл мен қызғылт сары келіп тұр. Яғни барлық бұрыштары өз орнында тұр. Тек мына бағыттары келмей тұр. Енді бізде мынандай жағдай болуы мүмкін. Жаңа бізде екі бұрыш қатар тұрса орындадық. Енді мынандай қарама қарсы бұрыштар келмеуі мүмкін. Екеуі келіп тұр, мына екеуі келмеуі мүмкін. Сол жағдайда не істейміз? Мына жерде қазір бізге қарама қарсы түстері келіп тұр. Мына бұрыш орнында тұр, мынау орнында тұрған жоқ. Ал мына жердегі жасыл мен қызыл өзінің орнында тұр. Мынау орнында тұрған жоқ. Яғни мына екі бұрыш өзінің орнында тұр. Енді біздер дәл жаңағы алгоритмді орындаймыз. Қалай ұстаса да маңызды емес, осы бағытты ұстайық. Жоғары, оң, бастаймыз. Жоғары, оң, жоғары кері, сол кері, жоғары, оң кері, жоғары кері, сол сағат тілімен. Енді өзінің орындарына қойып көрейік. Міне қойдық. Қызғылт сары мен жасылды. Мына жерде қызыл мен көк келмейді. Мына жерде келмейді. Мынау келіп тұр. Міне екеуі келіп тұр. Яғни біздер мына жағдай түскен кезде, екі бірдей түскен кезде, жаңағы алгоритмді орындағаннан кейін бізде екі бұрышы қатар тұрған екі бұрышы келетін жағдайға түседі. Ол жағдайда қайтадан тағы да сол комбинацияны орындаймыз. Бастайық. Жоғары, оң, жоғары кері, сол кері, жоғары, оң кері, жоғары кері, сол. Міне, енді орындарына қойайық. Міне көк пен қызылды қойдық. Қызғылт сары мен көк келіп тұр.
жасыл мен қызғылт сары өзінің орнында, жасыл мен қызыл өзінің орнында. Міне, өзінің орнына барлығы келді. Барлық бұрыштарымыз. Енді соңғы қадамымыз мына текшемізді жаңа ақ түсін төменге қаратып ұстадық, енді жоғарыға қаратып ұстаймыз. Жоғарыға қаратып ұстаймыз. Сосын келіп тұрған бір кез келген бұрышын тауып аламыз. Мысалы, қызылды тауып алдық дейік, оны сол бағытымызға қоямыз. Сосын 3/3 Рубик текшесін 3/3 түрінде қолданған пиф-паф сияқты төменге қаратып орындаймыз. Егер сары түс бізге қарап тұрса, онда 4 рет орындаймыз. Егер жанында тұрса, онда 2 рет орындаймыз. Егер төменде тұрса, ондан асып жүре береміз. Пиф-паф әдісін орындаймыз 4 рет. Яғни біздің мақсатымыз мына сары түсті төменге түсіру. Бастаймыз. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Бірлет. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. 2, 3, 4. Соңғы қадамды ұмытпаңыздар. Міне орнына келді. Енді көбегімізді қозғамай төменгі қатарды айналдырамыз. Жоқ болса, яғни сары түс жоқ болса, тағы да бір қадамға төменді қозғаймыз. Яғни мына жерде жоқ, сары түсіміз мына жағында тұр. Көбегімізді осылай қозғалтпай ұстаймыз. Және егер мына жағында тұрса, 2 рет орындаймыз. Пиф-паф. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Оң, жоғары, оң кері, жоғары кері. Міне, төменге қараймыз, сары түсіміз орнына келді. Және жоғарғы қатарды қозғап, өзінің орнына қоямыз. Біздің 2/2 көбегіміз, Рубик текшеміз жиналды. Құттықтаймын. Енді бұл екінші сабақ. Екі сабақта біздер 2/2 текшемізді құрастырдық. Пиф-паф әдісі арқылы. Және тағы да бір алгоритм. Бұл алгоритм 3/3 текшемізде де кездеседі. Оны жаттап алыңыздар. Осында да кездеседі. Енді дәл 3/3 текшемізді құрастыру барысында мен сіздерге Фридрих әдісін үйреткен болатынмын. Сол Фридрих әдісімен де осы 2/2-ні құрастыруға болады. Ол жайында келесі сабақта сіздерге үйрететін боламын. Жіберіп алмаңыздар келесі сабақты. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып кетіңіздер. Және кім үйренді, осы сабақты көріп үйренген достар болса, пікір қалдырыңыздар, мен үйрендім деп. Және келесі сабақта Фридрих әдісі бойынша мына жоғарғы қатарды құрайтын боламыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер, лайк, пікір қалдырып кетіңіздер. Рахмет, сау саламатта болыңыздар.